Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біздің 3-ші семинар сабағымыздың тақырыбы кинетика бөлімін оқытуда интегралдық білім беру технологияларын қолданудың ерекшеліктері. Берілген жоспарымызға сәйкес, мақсатымызға, міндетімізге жету үшін сіздерге бірнеше тапсырмалар, бақылау сұрақтары берілген. Соларға тоқталып өтіңіздер. Кім дайын, тақтаға шығып қорғай беріңіздер. Біздегі тақырып кинетика тарауы. Бұл презентацияда біз кинетика тақырыбын пәнаралық байланыс ретінде, яғни химия пәнін пәнаралық байланыс ретінде химия мен биология мен информатика және де инженерлік салаларымен байланыстыратын боламыз. Бұл бізде 10-шы сыныптың тақырыбы, яғни 10-шы сыныптың 2-ші тоқсанның бөлімінде қарастырылады, яғни 1-ші бөлімде қарастырылады. Бұл бөлімде, яғни химиялық реакция жылдамдығы деген сияқты түрлі лабораториялық жұмыстарды қарастырылады. Келесі бізде кинетика тарауы, яғни физика химия саласымен байланыстырсақ, Пхед-Колорадо платформасы арқылы бізде физика химиялық пәнаралық байланыс ретінде осы Пхед-Колорадо платформасын алсақ болады. Бұл жерде, яғни кинетика, яғни жылдамдық деген сияқты қарастырады. Сол жерде бізде мысал ретінде қайсысын алсақ болады? Газдардың жылдамдығын қозғалысын алсақ, бізде екінші платформа TEM коллектив, яғни бұл TEM коллектив арқылы химия кинетика бойынша виртуалды зертханалық жұмыс жасауға болады. Ашты. Аны көбейтсек. Температураны өзгертсек болады бұл жерде. Яғни бұл жерде қысым береміз. Келесі жаңағы айтқан TEM коллектив, яғни платформасы арқылы кинетикаға байланысты зертханалық лабораториялық виртуалды лабораториялық жұмыстар. Бұл жерде тұздары, ерітінділер көрсетілген. Бұл жерде бізде 5 тұз берген, яғни күміс, мыс деген сияқты мырыш. Одан кейін сол элементтердің тұздары берілген. Мырыш нитраты деген сияқты. Келесі бізде кинетика тарауын биологиямен байланыстырсақ болады. Бұл Bioman Biology платформасының биохимиялық реакциялар жылдамдығы мен ферменттік кинетика үйренуге көмектеседі. Келесі бұл платформа арқылы молекулалық биология және ферментативті кинетика бойынша анимация және де симуляциялар қолданылады. Келесі бізде кинетика тарауын тағы да информатика мен химияны байланыстырсақ болады. ThinKrate платформасы арқылы молекулалық динамика және реакция механизмдерін 3D, яғни 3D форматта көрсетсек болады. Ол міне. Резистор, кнопка деген сияқты бұл жерде барлығы көрсетілген, батарея. Басқа да түрлерде бар бұл жерде. Ашқанша басқа пәнаралық байланыс ретінде айта берсек. Келесі бізде ол инженериямен, яғни химиялық реакциялар, кинетика және инженерлік процестер бойынша тегін курстар, яғни Курсера деген екі платформаны қарастырдық. Бұл екі платформа арқылы тегін курстар өтсек болады. Келесі бізде Хан академиясы арқылы бұл реакция жылдамдығы, катализатор және де кинетикалық модельдерді құру арқылы дайын видео сабақтарды көре аламыз. Бұл міне. Бұл платформаға логин арқылы тіркеліп кіреміз. Сол арқылы материалдарды дайын видео сабақтарды көре алатын боламыз. Жаңа ашты ма? Бұл бізде
химия пәнін, яғни кинетика тарауын түрлі пәнаралық пәндермен байланыстырдық. Физика, химия, биология, информатика деген сияқты және де түрлі пәндермен байланыстырсақ та болады. Яғни кинетикалық көптеген ғылым салаларымен тығыз байланысты және маңызды тақырып болып табылады. Оны жан-жақты түсіну үшін физика, биология, математика, яғни математикамен де тығыз байланыстырсақ болады. Осы көрсеткен платформалар арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра аламыз. Біздің тақырып химиялық кинетика, яғни жаңасы мен және бүгін 10-шы сыныпта химиялық кинетика бөлімі бойынша тақырыпты қорғайтын боламыз. Бізде химиялық кинетика бөлімі, яғни 10-шы сыныптың бөлімі болып табылады. Бұл 10-шы сыныптың химиялық кинетика бөлімінде бірнеше қызықты тақырыптар қарастырылған. Яғни мысал ретінде ол жерде температураның реакция жылдамдығына әсері және де реакция жылдамдығына әртүрлі катализатор әсерінің тиімділігін зерттеу тақырыбы, сонымен қатар реакция жылдамдығына қысымның әсері секілді қызықты химиялық кинетика бөлімі бойынша тақырыптар қарастырылған. Келесі біз интегралды технологияға мысал келтіретін болса, ең біріншісі бізде PET колорадо. Яғни бұл PET колорадо онлайн лабораториясы арқылы температураның әсерін, реакция жылдамдығының әсерін PET қосымшасы Energy Forms and Change бөлімі арқылы көруге болады. Оны көрсетсек. Мына жерде химия бөлімін таңдаймыз. Және де астыға тұрсақ, өте көптеген лабораториялық жұмыстарды көрсек болады. Оның біресіне кіріп қарасақ, мысалы. Бұл жерде біз газдардың мәндерін көбейтіп, газдардың диффузиясын тамашаласақ болады, яғни бір-біріне жанып түсу беттерін қарасақ көрсек болады. Келесі бағдарлама бізде хим коллектив, яғни химиялық кинетика бойынша виртуалды зертханалық жұмыстар. Осы хим коллектив арқылы біз виртуалды лабораториялық жұмыстар жүргізе аламыз. Және мына видеода өте жақсы көрсетілген. Осылай біз өзімізге қолжетімсіз орталарда осындай виртуалды лаборатория жасасақ көрсек болады. Бізде келесі бағдарлама климат-битс, яғни атмосфералық реакциялар кинетикасын түсіреді. Бұл бізде химия мен географияның қатысында жасалған бағдарлама болып табылады. Яғни бізде атмосфераның құбылыстарын іс жүзінде көрсек болады. Мысалы, энергияны қарасақ болады. Яғни көміршіл газының ауада айналымын тамашаласақ болады. Нақты көптеген ақпараттар, информациялар жазылған, осыларды қарап көрсек болады. Яғни визуализациялар, видеолар түрінде көрсетіледі. Және ең соңғы бағдарламамыз бізде биоман. Ол бізде биология және химия қатысында жүрген биохимиялық реакция жылдамдығы мен ферменттік кинетиканы үйренуге көмектеседі. Мұнда әртүрлі видеоларды қарап тамашаласақ болады, жаңағы секілді. Бүгін біздегі тақырып химиялық кинетика. Жалпы ең алдымен химиялық кинетиканың не екендігіне тоқталатын болсақ, бұл химияның бір саласы болып табылады. Сондай-ақ бұл химиялық реакциялардың жылдамдығын, механизмдерін және де сол жылдамдыққа әсер ететін факторларды зерттейді. Бұл бөлім жалпы реакциялардың қалай және қандай жылдамдықпен жүретінін бізге түсінуге көмектеседі. Енді осы химиялық кинетиканы оқытуда бізде көмектесетін бағдарламаларға тоқталатын болсақ, ең алдымен Хан Академиясы. Бұл бағдарламаның бізге берер мүмкіндіктері тегін бейне сабақтарды қарай аламыз,
және түсінікті тілде баяндалған бізге теориялық және практикалық тапсырмалар, тесттер мен викториналар арқылы білімдерді бекіту, және артықшылығы мұнда біз қазақ, орыс және ағылшын тілдері бізге қолжетімді болып табылады. Өзіндік оқуға ыңғайлы, сондай-ақ бізде пәнаралық байланыс бойынша мұнда математика, физика және химия. Келесі бізде енді OLAPS платформасы. Мұндағы біздегі мүмкіндіктер виртуалды зертханалық тәжірибелерді қарай аламыз. Платформаға кіріп көрсететін болсақ, мысалы үшін біз осы зертханалықты алсақ, бізде теориялық бөлім қамтылған. Келесі зертханалық сабақтың видеоролигін де тамашалаймыз және өзіміз орындай аламыз. Қажетті материалдар барлығы бізде жазылған, зертханалық жұмыстың қалай орындалатындығы және әр оқушы өзі бағалап тапсырмалар орындай алады. Ары қарай бізде Tinkercad сайты бойынша, ол сайт бізге не ұсынады? Ең алдымен 3D модельдеу арқылы молекулаларды өзара әрекеттесіп көруге мүмкіндік береді. Келесі бізде химиялық реакцияларды визуализациялау үшін молекулалар мен атомдардың қозғалысын құрастыруға көмектеседі. Келесі бізде ерекшелігіне тоқталатын болсақ, шығармашылық қабілеттерді дамытады, тәжірибелерді виртуалды түрде қауіпсіз орындау және пәнаралық байланысқа келетін болсақ, информатика және химия пәндері бойынша байланыс көрсетеді. Келесі. Бұл осы сол сайтқа кіріп көргендегі бейнелер болады. Мысалы, кез келген фигураларды 3D модельде немесе лабораториялық жұмыстарды, жаңа бізде штатив, қажетті заттарды көруге болады. Келесі бізде Brilliant сайты, ол бізге не ұсынады? Ең алдымен логикалық тапсырмалар мен интерактивті сабақтар арқылы химиялық кинетика ұғымдарын түсіндіреді. Қадамдар, түсіндірмелер және мысалдар арқылы реакция жылдамдығы мен механизмін меңгеруге көмектеседі. Ерекшелігіне тоқталатын болсақ, ойын элементтері арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттырады. Тапсырмалар қиындық деңгейіне қарай бөлініп тұрады. Мысалы, мына жерде біз электрондарды бөліп алып, өзіміз қосу арқылы жұмыс жасасақ болады. Келесі бізде ол Quizlet немесе Quizlet сайты, ол бізде мүмкіндіктері ең алдымен кинетика бойынша интерактивті жаттығулар мен флеш-карталар, тесттер немесе сөздіктер, артықшылық. Келесі бізде Quizlet сайты, ол бізде мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, кинетика бойынша интерактивті жаттығулар, флеш-карталар және тесттер мен сөздіктер. Тағы артықшылығына тоқталатын болсақ, оқушылардың есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі және қысқа уақыт ішінде негізгі ұғымдарды меңгеруге көп көмегін тигізеді. Осымен бізде бітті. Бізде бүгінгі тақырып химиялық кинетика бөлімі бойынша оқытуда интегралдық білім беру. Бірінші бізде интегралдық білім беруге тоқталып өтетін болсақ, ол бізде оқу процестерін әртүрлі пәндер бойынша, білім салалары бойынша біріктіруді айтады. Яғни бұл бізде пәнаралық байланысты күшейтіп, оқушыларға ақпаратты жүйелі түрде қабылдауға және де шынайы өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді. Енді осындай кинетика тарауына байланысты пәндермен байланыстарын айта өтетін болсақ, физикада қозғалыс және жылдамдық, энергия, математикада дифференциалды интегралдық есептеулер, биологияда ферменттердің жұмысы бойынша тақырыптар бойынша және де информатика, география, тарих сияқты пәндермен осындай тақырыптар бойынша байланыстыруға болады. Жалпы енді осы кинетика тарауын түсіндірген кезде осындай платформалар қолдануға болады, яғни бұл физика, математика, химия, экология, биология сияқты пәндермен тығыз байланыста қолдануға болады. Мысалы, бірінші платформа бізде LearnCam деп аталады, яғни кинетика тақырыбын түсіндірген кезде осындай зертханалық жұмыстарды көрсетіп, виртуалды түрде түсіндіруге болады оқушыларға. Келесі сайт бізде OLAPS деп аталады, яғни бұл жерде теориялық мәліметтер, керекті құрал-жабдықтарды көрсете отырып, сосын анимациялық түрде тақырыпқа байланысып лабораториялық жұмыстарды көрсетуге болады.
видео түрінде мысалы анимация түрінде көрсетуге болады осы платформа арқылы. Келесі сайт бізде осындай, яғни бұл жерде видео түрінде әртүрлі тақырыптарға байланысты 3D форматта да көрсетуге болады. Мысалы практика түрінде мысалы мынандай тақырыптарды көрсетуге болады. Келесі сайт бізде X-Ray Lab деп аталады, яғни симуляциялық сайт болып табылады. Яғни бұл жерде пәндер таңдау арқылы, мысалы химия пәнін таңдасақ, мына жерде әртүрлі лабораториялық жұмыстарды, өзімізге керек лабораториялық жұмысты виртуалды түрде көрсетуге болады. Осылай көрсетуге болады. Келесі бізде FET деп аталады. FET Colorado деп, яғни жаңағы химия, биология пәндері бар. Өзімізге керекті мысалы диффузияны алайық. Яғни осылай зертханалық жұмысты жасап көрсетуге болады. Енді сонымен қоса бізде сабақты бекіту мақсатында тапсырмалар құрастыратын платформалар түрінде Quizzes, Kahoot, Socrative сияқты платформаларды қолдануға болады.